Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз Паскаль тіліндегі циклдар тақырыбына арналмақ. Сонымен біз бастаймыз. Жалпы көптеген бағдарламалау тілдерінде осы циклдық операторлар бар. Циклдық операторлар сол бағдарламалау тілдерінің негізгі операторларының бірі болып табылады. Дәл сол сияқты осы Паскаль бағдарламалау тілінде де циклдық операторлар ұйымдастырылған. Жалпы цикл дегеніміз не? Қарапайым тілде түсіндіре болсақ, цикл дегеніміз қандай да бір белгілі бір анықталған мақсатқа жету үшін қандай да бір іс-әрекеттерді қайталап орындап отыру. Демек, біз алдымызға қандай да бір мақсат қоямыз. Сол мақсатқа жету үшін біз белгілі бір іс-әрекеттерді қайталап орындап отыруымыз керек болады. Ал егер мақсатқа жететін болсақ, ол іс-әрекеттер тоқтайды бізде. Яғни қайталап орындауымызды біз тоқтатамыз. Міне осындай мақсатта біздерге циклдары көмекке келеді. Осындай мақсатта циклдарды қолданамыз. Әрине бұлардың бәрін біз алдағы уақытта нақты бір мысалдармен түсіндіретін боламыз. Жалпы қазір біз сіздермен бірге Паскаль тіліндегі for циклымен танысатын боламыз. For циклының жұмысымен танысатын боламыз. Жалпы for циклы өте сондай маңызды, сондай бір кең тараған циклдардың бірі. Көптеген бағдарламалау тілдерінде, сол сияқты Паскаль бағдарламалау тілінде де осы for циклы бар. For циклының синтаксисі мындай келесідей болады. Жазып алсаңыздар болады. Жалпы for циклы for кілттік сөзінен басталады. Оның бастапқы мәні болады және аяқталу мәні болады. Соңғы мәні. Сонымен бірінші біз бастапқы мәнін жазамыз. Одан кейін to қызметші кілттік сөзі кетеді. Одан кейін барып соңғы мәні, циклдың соңғы мәні, аяқталу мәні. Одан кейін барып do кілттік сөзі, одан кейін барып циклдың денесі. Циклдың денесі деп жатқанымыз бұл қандай да бір айттық қой, іс-әрекеттер қайталанып отыру керек деп айттық. Яғни сол қайталанып отыратын іс-әрекеттер осы циклдың денесінде көрсетіледі. Ал бастапқы мән деп жатқанымыз, соңғы мән деп жатқанымыз бұл жалпы бұл цикл, for циклы параметрлі цикл деп аталады. Ол деген сөз жалпы for циклын қолдану үшін осы қайталанып отыратын іс-әрекеттердің саны алдын ала белгілі болу керек. Яғни мынау іс-әрекеттер, яғни циклдың денесіндегі іс-әрекеттер қанша рет қайталану керек? Сол алдын ала белгілі болу керек. Сол қанша рет қайталанатынын біз осы жерде көрсетіп жазамыз. Мысалы үшін 10 мәрте болса, мына жерге яғни сол аралықты көрсетеміз. Қанша мәрте қайталану керек? 1 және 10 деп көрсетеміз. Әрине бұны нақты бір жұмыс істеген кезде көрсетемін. Жалпы теориялық тұрғыдан міне осындай for циклы. Әрине тағы бір нәрсе айтып кету керек. Циклдар жұмыс жасау үшін бір арнайы бір айнымалы қолданылады. Оның атын біз санағыш деп атаймыз. Санағыш мынау міндетті түрде for циклында керек болады. Әрине басқа циклдарда санағыш қолданылмауы мүмкін, алайда осы for циклында ол міндетті түрде керек болады. Санағыш дегеніміз осы циклдың жұмыс жасауы үшін керекті айнымалы. Көбінесе санағыш ретінде мынау көріп тұрғандарыңыздай бүтін типті i деген айнымалы қолданылады. Бұл негізінен дәстүр, программистердің арасында қалыптасып қалған. Жалпы i айнымалысын i әріпінен де басқа әріптері, яғни айнымалыларды қолдануға болады, мысалы үшін a, b деген. Алайда бұл дәстүр, бізде дәстүрден аттап өтпей-ақ қояйық. Сондай-ақ тағы да бір ескеріп кететін маңызды бір нәрсе, for циклындағы санағыштың, яғни санағыштың типі бізде міндетті түрде бүтін тип болу керек. Ол нақты сан бола алмайды. Ол нақты сан бола алмайды, бүтін типте болу керек. Сонымен достар, енді біз сіздермен бірге осы for операторына байланысты нақты бір мысал келтірсек. Осы мысалды келтіре отырып, біз сіздермен бірге осы for циклының жұмысымен тағы да жақынырақ танысатын боламыз. Жалпы берілген мысал бізде қарапайым. Ол Паскаль сөзін 10 рет экранға шығару деп тұр. Әрине бізге бұл есепті шешу үшін write line операторын қолдану арқылы Паскаль сөзін, яғни 10 мәрте жаза салсақ та, міне бұл есептің жауабы бізде шығады, солай ғой. Алайда
егер де сізге Паскаль сөзін 100 мәрте экранға шығар десе, мына write line операторын сіз 100 мәрте жазып жүрмейсіз ғой, солай ғой? 100 мәрте жазып жүрмейсіз. Міне осы себептен де бізге циклдар осы жерде керек болады. Естеріңізде болса, for циклы алдын ала қайталану саны белгілі болған кезде қолданылатын еді. Яғни қайталанатын іс әрекеттердің алдын ала қайталану саны белгілі болған кезде осы for циклы қолданылады. Бізде қайталану саны белгілі, ол 10 рет деп тұр бізде. Енді осыларды ескеріп біз for циклын қолданып жазайық, бағдарламаны. Бірінші for кілттік сөзі. Одан кейін бізде цикл санағышы кетеді. Цикл санағышы мен қазірше жазбай қоя тұрайын, себебін кейін түсіндіріп берем. Одан кейін цикл санағышынан кейін to сөзі, одан кейін қанша мәрте қайталану керек? Бізде 10 мәрте. Одан кейін do кілттік сөзі, одан кейін не қайталану керек? 10 рет. Яғни 10 рет экранға шығу керек. Экранға шығару операторы бізде write line операторы, нені шығару керек? Паскаль деген сөзді. Паскаль. Енді цикл санағышын мен не үшін тастап кеттім? Цикл санағышы. Жалпы цикл санағышы не үшін қолданылады? Цикл санағышы өзінің аты айтып тұрғандай, мынау іс-әрекетіміз циклдың денесі деп аталады ғой, мына іс-әрекет. Жазып қоя салайын бұны да мен. Цикл денесі. Цикл денесі. Яғни, мынау цикл денесі қанша мәрте қайталану керек? Бағдарламада 10 мәрте ғой. Соның санын санап отыру үшін осы цикл санағышы бізде қолданылады. Демек, цикл санағышын біз и әрпімен жазатын едік, айтып өттік басында. И айнымалысына меншіктейміз бірді. Демек, цикл санағышы осы 10-ға жеткенге дейін мына іс-әрекетті қайталайды. Міне. Яғни цикл қайталайды, ал цикл санағышы соның қанша мәрте қайталанғанын санап отырады. Ол санақ 10-ға жеткен кезде мынау біздің іс-әрекетіміз тоқтайды. Орындап көрейік. Міне. Көріп тұрғанымыздай Паскаль сөзі 10 мәрте бізде экранға шықты. Енді бізде жұмыс принципі қандай? Циклдың параметрінде, мына циклдың параметр деп аталады. Циклдың параметрінде бізде мынандай жасырын мынандай екі шарт бар. Бұны біздің көзіміз көріп тұрған жоқ, ал былайша негізінен бұл жерде негізі цикл параметрінде мынандай жасырын екі шарт бар. Ол қандай шарттар? Ол мынандай шарт, біріншісі. Цикл санағышы қайталану мәнінен кішкентай немесе тең. Қайталану мәні бізде қанша? Қайталану мәні 10 ғой. Яғни 10-нан кішкентай немесе тең. Одан кейін екінші жасырын шарт осы бізде мынандай. Меншікті операторын алда өткен сабақтарымызда айтқан болатынбыз, мынау оператордың қандай іс-әрекет атқаратынын. Міне, осында екі шарт бар. Не болмаса, мынаны былай да жазуға болады. Инкремент арқылы. Бұлай жазбай қой, жаңағыдай жазылуы түсінікті болады бізге. Міне, осында екі жасырын шарт бар. Енді жұмыс принципі қандай for циклының? Бірінші, цикл санағышына, ең бірінші іс-әрекет цикл санағышына, яғни орындалатын іс-әрекеттің санына 1 меншіктеледі. Енді осы жерде бізде осы жасырын іс-әрекеттің біріншісі орындалады. Осы цикл санағышының мәні мынау қайталау санының мәнімен тексеріледі. Яғни 1 кішкентай немесе тең 10-нан. Яғни бізде бұл мән ақиқат қой. Демек, яғни 1 шынымен де 10-нан кішкентай. Солай ғой. Ақиқат болған жағдайда мына циклдың денесі орындалады енді. Циклдың денесі деген сөзіміз, мынау Паскаль деген сөзді экранға шығару. Міне, бір мәрте экранға шықты. Орындалды. Енді осы жерде for циклының екінші жасырын шарт орындалады. Мынау орындалады. Бұл деген сөз мынау мәнді қайтадан мына айнымалыға жаз деген сөз. Яғни мына жер басында мына жерде бізде бастапқыда 1 болды ғой, цикл санағышы. Енді 1-ге 1 қосылып, оның мәні и айнымалысына жазылады. Енді біздің цикл санағышымыздың мәні енді 2 болды. Енді қайтадан циклға кіреміз. For циклдің параметріне кіреміз. Енді бұл жерде мынау бастапқы мән алынбайды енді бұл жерде. Мынау мән алынбайды. Енді бізде қандай болды? Цикл i-дің мәні қанша болды бізде? I-дің мәні бізде 2 болды. Енді жасырын шарттың уже бұл жерде екіншісі орындалады. Енді 2 кішкентай 10-нан болады.
солай ғой, 2 10-нан кішкентай ғой. Ақиқат па? Ақиқат болса, бізде Паскаль деген сөз экранға шығады. Міне, мынау циклдың денесі орындалады. Демек, циклдың денесі орындалады, Паскаль деген сөз екінші рет экранға шығады. Міне, осылай іс-әрекеттер 10-ға дейін жалғасады. Соңында мына 10 болады. 10 10-нан кішкентай жалған, бірақ 10 10-ға тең деп тұр ғой. 10 10-ға тең. Кішкентай емес, бірақ 10 10-ға тең. 10 10-ға тең деген сөз ақиқат деген сөз. Ақиқат болғандықтан мынау Паскаль деген жазу экранға шығады. Не арқылы? Мына циклдың денесі арқылы. Енді соңында мынау и деген айнымалы 10-ға 1 қосылады да 11 болып, 11 деген нәтиже мынау и деген айнымалыға меншіктеледі. Демек, енді мына жерде 10 емес, 11 болды. Енді мына жерге енді жасырын шарттың біріншісі орындалады. Енді мынау и деген айнымалымыз біздің 11 болды ғой. Демек, 11 менен 10 салыстырылады да, 11 10-нан кішкентай да емес, 11 10-ға тең де емес. Яғни бұл шарт жалған болғандықтан циклдың денесі орындалмайды. Яғни мынау шарт, демек, циклдың денесінде, циклдың параметріндегі шарт жалған болса, жасырын шартымыз жалған болса, мына циклдың денесі орындалмайды деген сөз. Міне, осы себептен мынау Паскаль деген сөз 10 мәрте экранға шығады да, біздің циклымыз аяқталады. Жұмыс принципі аяқталады. Демек, for циклының жұмыс принципі біздің осындай. Әрине, мынау біздің көзімізге бір болып тұра берді, бірақ мен жаңа көрсеткеннің барлығы бұл бағдарламада жасырын түрде орындалады. Біз бұны көзімізбен көрмейміз, бірақ осындай процесс жүріп жатады. Әрине, басқа бағдарламалау тілдерінде, мысал үшін C++ тілдерінде бұл процесстер көрсетіліп қояды. Яғни, қалай циклдың параметрін жазған кезде ол процесстер көрсетіліп кетіледі. Оны кейін C++ жайлы бағдарламалау бейне сабақтарын шығарамыз, Алла бұйыртса. Сол кезде сіздер көретін боласыздар. Міне, for циклының жұмысы осындай. Жалпы сонымен біз сіздермен for циклының жұмыс принципімен танысқан болатынбыз. Мынау for циклы өспелі for циклы деп аталады. Себебі for циклының санағышының мәні бізде өсу реті бойынша жұмыс жасайды. Демек, for циклының санағышының бастапқы мәні соңғы диапазонының мәніне дейін өсу реті бойынша жұмыс жасайды. Енді біз сіздермен бірге енді for циклының тағы да бір түрімен танысамыз. Ол for циклының кему реті бойынша жазылған түрі, нұсқасы. Демек, мына for циклымыз біздің өспелі ретпен орналасқан өспелі for циклы. Ал біздің қазір танысатынымыз ол кемімелі for циклы. Мынаның өспелі екенін дәлелдеп көруге болады. Мысалы үшін қараңыздар, санағыштың мәнін көрсететін болсақ, экранға шығарып көрейік. Міне, көріп тұрсыздар, санағыштың мәні бастапқыда 1-ден басталып, 1 мәнінен басталып, санағыштың мәні 10-ға дейін жұмыс жасап отыр. Демек, бұл for циклы өспелі for циклы. Ал енді біздің танысатынымыз кемімелі for циклы деп аталады. Кемімелі for циклы дәл for циклы сияқты мынау бастапқы сәл синтаксисінде ғана айырмашылық бар. Дәл сол for циклы. Енді бұл жерде санағыштың бастапқы мәні енді ең соңғы диапазонның мәні болады. Мысалы үшін бізде дәл сол есеп еді ғой, мына Паскаль сөзін 10 рет экранға шығару. Енді осы for циклының кемімелі түрімен жазып көретін болсақ, енді бұл жерде диапазондардың мәні өзгереді. Диапазондардың жазылу реті өзгереді. Демек, бірінші ең соңғы диапазон жазылады. Одан кейін барып down to кілттік сөзі, енді ең соңғы кіші диапазон жазылады. 10 рет шығару керек деген ғой. Яғни 10-нан 1-ге дейін деген сөз. Do істе, экранға шығар, Паскаль деген сөзді. Демек, экранға шығарып көрейік. Write line. Міне, дәл сол процесс жүріп жатыр. 10 рет экранға шықты. Енді бұл жердің жұмыс принципі қандай? Жұмыс принципі дәл for циклының өспелі жұмыс принципіне келеді. Бұл жерде де жасырын 2 іс-әрекет бар. Бірақ бұл жердегі жасырын іс-әрекеттер мынандай болып келеді. Демек, санағыштың мәні үлкен немесе тең ең кіші диапазонның мәнінен. Ең кіші деп атқанымыз мынау 1.
Ал одан кейінгі жасырын екінші іс-әрекет ол декремент. И-дің мәнін бірге кеміту. Не болмаса, бұны былайша да жазуға болады. И минус 1. Міне, осындай жасырын екі іс-әрекет бар. Демек, сонымен бұл жерде не жүреді? Ең бірінші, мынау санағыштың мәніне ең үлкен мән диапазонның ең үлкен мәні енгізіледі. Ол деп отқанымыз бізде 10. Әрине, 10-нан да басқа сандар енгізілуі мүмкін. Бұл өзіңіздің есебіңіздің шартына байланысты болады. Демек, сонымен санағыштың мәніне ең үлкен 10 деген мән енгізіледі. Енді осы жерде жасырын іс-әрекеттің біріншісі тексеріледі, яғни мына шарт тексеріледі. Демек, санағыштың мәні ең кіші мәннен кішкентай немесе үлкен немесе тең. Демек, ең бірінші мән бізде 10 ғой. 10 бірден үлкен. Солай ғой. Ақиқат болғандықтан бізде циклдың денесіне кіреміз. Яғни мына жердегі шартымыз ақиқат болатын болса, мына циклдың денесіне кіреміз. Сонда бізде Паскаль деген жазу экранға шығады. Енді осы денесі біткеннен кейін барып, жаттап алыңыздар осыны. Осы циклдың денесі орындалғаннан кейін барып, мына жасырын іс-әрекеттің мына екіншісі орындалады. Енді 10-ның мәні 1-ге кемиді. Демек, 10-ның мәні 1-ге кемиді деген сөз бізде 9 болады деген сөз. Бұл деген сөз мынау санағыштың мәні 9 болды. Енді осы 9 мына жерде тексеріледі. 9 үлкен немесе тең 1-ден. Ақиқат болғандықтан қайтадан мына Паскаль деген жазу мынау экранға шығады. Солай ең соңында әрине 1 келеді, ең соңында санағыштың мәні 1 болады. 1-1-ден үлкен, жалған, бірақ 1-1-ге тең. Ақиқат қой. Ақиқат болғандықтан ең соңғы мынау Паскаль деген жазу экранға шығады да, бізде санағыштың мәні 0 болады. 0 болғаннан кейін мына шартымыз жалған болады. 0 1-ден үлкен де емес, 0 1-ге тең де емес. Жалған болғандықтан циклдан шығу процесі жүреді. Демек, дәл сол процесс, бірақ бізде санағыштың мәні кері бағытта жүреді. Әрине, оның сөзіміздің дәлел ретінде санағыштың мәнін экранға шығарып көрсек болады. Санағыштың мәнін экранға шығарып көрейік. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, бірінші 10 мен шектелі, әрине 1-ге дейін міне санағыштың мәні айналып жатыр, кеміп жатыр. Міне, айтқым келгені осы. Сонымен біз сіздермен бірге for циклының екі варианты бар екенін білдік. Біріншісі өспелі, екіншісі кемімелі. Өспелі нұсқасында цикл санағышының мәні өсетінін білдік, ал кемімелі нұсқасында цикл санағышының кемитінін білдік. Енді осы цикл санағышының осы қасиеттерін біз бағдарламамызда өзімізге керекті іс-әрекеттерге пайдалануымызға болады. Демек, біздің қазіргі бағдарламамыз осы іс-әрекеттерді көрсетеді сіздерге. Жалпы бізде мынандай бір есеп берілген болсын. 1-ден n-ге дейінгі сандардың қосындысын есептеу. Демек, бізде мен алдын ала бағдарламаның бөлігін дайындап қойдым. Бізде цикл санағыш ретінде и айнымалысы, қосындыны есептеу нәтижелерін осы қос деген айнымалыға жазамыз. Ал n деген санды біз n деген айнымалы ретінде сипаттап алдым. Сонымен n-ді енгізіп аламыз біз readline оператор арқылы. Демек, кейін for циклына кіреміз. 1-ден n-ге дейінгі деген сөз, яғни біздің for циклымыз 1-ден n-ге дейін жұмыс жасайды деген сөз. Демек, for цикл санағышына бастапқы мән 1-ді береміз. To нешке дейін? n-ге дейін. Do, яғни орында. Сонымен, нені орындау керек? Циклдың денесінде бізде қосынды есептелу керек. Ол былай жазылады. Қос плюс I. Міне, цикл санағышының өсу қасиетін міне осы жерде біз пайдалана аламыз. Мынаны мен қазірше былай жазып қоя салайын. Демек, бұл жерде шартымыз i-міз санағышымыз кішкентай немесе тең n-нен. N деп атқанымыз қазір клавиатурадан енгізілетін сан. Ал екінші жасырын іс-әрекет ол i-дің мәнін 1-ге арттыру. Демек, бізде қосынды мына жерде осы циклдың денесіне мынау оператор арқылы есептеледі. Мына оператордың жұмысын сіздер білулеріңіз шарт. Егер білмесеңіздер, біз алдыңғы өткен сабақтарымызда айтқан болатынбыз, қорытынды сабақтарымызда. Сол жерде осы оператордың жұмыс принципі көрсетілген, танысып алуларыңызға болады. Демек,
циклдың денесі осы әрекеттер орындалады, ал нәтижесін біз көру үшін қазір экранға шығарып көреміз. Әрине бірінші бағдарламаның кодын жазып алайық, одан кейін барып жұмыс принципімен нақтырақ танысатын боламыз. Сонымен орындап көрейік. Мысал үшін 5. Яғни 1-ден 5-ке дейінгі сандардың қосындысы 15. Мысал үшін сәл кішірек саналайық. Міне 1-ден 3-ке дейінгі сандардың қосындысы 6-ға тең. Дұрыс, бағдарлама жұмыс жасап жатыр. Ендігі мәселе осы бағдарламаның жұмыс принципін сіздермен бірге біз танысайық. Демек, біздің санағышымыз 1-ден n-ге дейін айналады. Демек, 1-ден 3-ке дейін айналады. Ең бірінші іс-әрекет i-ның бастапқы мәні бізде 1 болады. Демек, бастапқы мәні 1, n-нің кішкентай немесе үлкендігі тексеріледі. n деп отқанымыз бізде 3 қой. 1 3-тен кішкентай. Ақиқат қой. Ақиқат болғандықтан мынау іс-әрекет жүзеге асады. Демек, қосынды деген айнымалының бастапқы мәні бізде 0. 0-ге қосылады. Біздің санағышымыздың мәні қанша? 1. 0-ге 1 қосылады да, оның нәтижесі мына қосынды деген айнымалға жазылады. Демек, оның мәні бізде қанша болады? Сонда бізде 1 болады. Енді осы циклдың денесі біткеннен кейін мына әрекет орындалады. Демек, санағыштың мәні 1-ге артады. Енді санағыштың мәні бізде қанша болды? 2 болды. Енді қайтадан тексереміз. 2 кішкентай 3-тен. Ақиқат қой. Ақиқат болғандықтан циклдың денесіне қайтадан кіреміз. Естеріңізде болса, қосындының мәні бізде қанша еді? Қосынды деген айнымалының мәні ол 1 еді. 1 қайтадан мына жерге келеді. 1 плюс i-дің мәні қанша? Санағышымыздың мәні 2. Демек, 1 мен 2 қосылады да, нәтижесі қайтадан мына қос деген айнымалға жазылады. Яғни, сонда бізде қанша болады? Бізде 3 болады. 1-ге 2-ні қоссаң 3 болады. Одан кейін барып, циклдың денесі біткеннен кейін мынау әрекет орындалады. Демек, енді біздің санағышымыздың мәні 3 болады. 3 болады. 3 3-тен кішкентай емес, бірақ 3 3-ке тең. Ақиқат қой. Ақиқат болғандықтан мына циклдың денесіне қайтадан кіреміз. Естеріңізде болса, қосынды деген айнымалының мәні бізде 3 еді. Сол 3 енді мына жерге келеді. 3 плюс санағышымыз қанша болды біздің? Санағышымыз 3 болды. 3. 3-ке 3-ті қоссаң бізде 6 болады. 6-ның мәні мына қосынды деген айнымалға жазылады. Мен қазір жазып қоя салайын. Демек, 6-ның мәні мына жерге жазылады. Енді 6 болды. Енді мына циклдың денесі біткеннен кейін санағышымыздың мәні біздің артады. Енді артқан кезде біздің санағышымыз енді 3 емес 4 болды. Демек, енді мына шарт тексеріледі. 4 3-тен кішкентай, 4 3-ке тең. Жалған. Демек, 4 дегеніміз 3-тен кішкентай да емес, 3-ке тең де емес. Жалған болғандықтан циклдың жұмысы аяқталады да, келесі басқару мынау циклдан кейінгі операторға беріледі. Демек, экранға шығару. Экранға бізде қанша шықты? Жауабы 6 шықты. Міне осындай. Сонымен бүгінгі біздің for циклына арналған бейне сабағымыз өз мәресіне жетті. Зейін салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда while, одан кейін repeat until циклдармен алдағы уақыттарда біз танысатын боламыз. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.